Жаңа Camry көрсетілді. Армысыздар, осы күнге де жеттік. Бірақ ешқандай революция жоқ. Бұл толықтай жаңадан әзірленген модель емес, терең рестайлдан өткен 70-тік. Машина Toyota дилерінің кассасына кезек жинайтын опциялармен толықты. Бүкіл әлем таңғалдыратын автомобиль күтті. Toyotаның бәсекелестері презентация трансляциясын қосуға қорқып дірілдеген. Алайда жапондар 70-тік Camry ең идеалды деп есептейді. Дұрыс, SUV седанды нарықтан ығыстырып жатқанда ақша құртудың қажеті қанша? Түсіндіре кетейін, Күншығыс елінің дизайнерлері 6 жыл бұрын шыққан көлікке Toyotаның соңғы фирмалық тұмсығын қинап кигізіп жіберді. Есіктері, әйнектері өзгеріссіз қалған. Кеше Америка нарығына арналған модель паш етілді. 3 күннен кейін Қытайда сатылатын машина көрсетіледі. ақш-та таза бензинмен жүретін Camry болмайды, тек қана гибридтер. Менің болжам бойынша Біріккен Араб Әмірліктері мен Қазақстан нарығында бензин моторлар қалады. Қалай болғанда да келер жылдың соңында жаңа Camry колесада сатыла бастайды. Өйткені колеса KZ көлік сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша. Америкада 2025 модельдік жылғы гибридті Camry'дің толық жетекті модификациясы болады. Моно жетекті, толық жетекті нұсқасы да 2,5 литрлі қатарлы 4 цилиндрлі мотормен жабдықталады. Оған қоса 2 электро қозғалтқышы бар. Алдыңғы жетек 225, all-wheel drive 232 ат күшіне қуатталған. Толық жетек деген аты ғана. Керек кезде артқы 3-ші электромоторы қосылып қарқын береді. Біз ертеректе айтқандай 3,5 литрлі валты моторы тарих қойнауына кетті. Camry Америкада жақсы сатылатынына қарамастан гибридті версиясының үлесі 11%. 23-ші жылы клиенттердің 7% ғана 3,5 литрлі мотор таңдаған. Байқадыңыздар ма? Шанақтың қапталдық панельдері, төбесі, әйнектері мен 70-тікпін деп айғайлап тұр. Тұмсығы мен көтені Crown мен Prius'тың стилистикасына келтірілген. Интерьер әңгіме жоқ, өзгерген. 12,3 дюймдік мультимедиа мониторы ортадан орын тапты. Дәстүр бойынша ақш-та LE, SE және майлы X версиялар сатылады. SE әдеттегідей спорттық стильде жасалған. Педальда алюминий, рөлдің артында жапырақтар, бампер агрессивті, спойлері шанақ түсіне боялған, диффузоры ерекше, жазулары қараланған. LE әлде қайда қарапайым. Жаңа аталған дүниені қажет етпейтін кісілерге арналған. LE және SE нұсқасында 7 дюймдік саймандар панелі мен 8 дюймдік сенсорлы экран, 12,3 дюймдік мониторлар тек қана XLE және XSE нұсқасында. Camry Америкада 2024 жылдың көктемінде сатыла бастайды. Бағасы әлі белгісіз. Өйткені сатылым стартына дейін уақыт көп. Әшейін айта кетейін, қазір ақш-та бензинмен жүретін Camry'дің құны $26,420 басталады. Гибридтің бағасы $28,855. Toyota 2 рет Camry'дің рестайлинг нұсқасын шығарғанына таң қалдым. Ендікісі қалай болады екен? XV70, XV76 әлде XV80? Сіз қалай ойлайсыз? Пікір жазыңыздар. Айтпақшы достар, біз өткенде Қостанай зауытына барып келдік. Әдемі репортаж түсіргенбіз. Осы видео 1000 пікір жинағанда бейнероликті бірден шығарам.